Қазақстан аумағындағы көне қалалар мен қоныстардың орналасуын қарастырайық. Біздің дәуірімізге дейін, яғни 2000 жылдан бұрын, пайғамбар Исаның дүниеге келуінен бұрын негізі қаланған көне қалалар. Ботай 4-3 мыңжылдық, Тамғалы Таңбалы деп те аталады 3 мыңжылдық, Сарыарқа өңірі 1 мыңжылдық, Қорғантас 1 мыңжылдық, Баланды 4-2 ғасырлар, Черикрабат 4-2 ғасырлар, Қарақабақ 1 ғасыр, Сайрам Испиджаб деп те аталады 1 ғасыр. Біздің дәуіріміздің 5 ғасырына дейін негізі қаланған көне қалалар. Тарас, Талас деп те аталады 1 ғасыр. Түркістан, Ясы деп те аталады 4 ғасыр. Күлтөбе 5 ғасыр. 7 ғасырда негізі қаланғандар. Отырар, Фараб деп те аталады. Сауран, Қайлық, Қараспан төбе. 9 ғасырда негізі қаланғандар. Бабыш Мұла, Құйық кескен, Талғар, Талхиз деп те аталады. Біздің дәуіріміздің 17 ғасырына дейін негізі қаланған көне қалалар. 10 ғасырда негізі қаланғандар. Алматы, Алмалы деп те аталады. Сарайжүқ, Қанға Баба, Қызылқала, Жанкент, Жанқала, Сығанақ, Қақпатас, Қарамерген. 11 ғасырда негізі қаланғандар. Бозоқ, Жанана, Беленана. 12 және 13 ғасырларда негізі қаланғандар. Шымкент, Ақтөбе Лаэти, Жайық, Жалпақтал, Семей. 16 ғасырда негізі қаланғандар. Аягөз, Тұсқала.